Жұрттың арасында бір қауесет бар. Соның ақ қарасын ажыратып алғым келеді. Тука істі болған кезде Бауыржан Ибрагимов $35,000 ақша беріп, Туканы құтқарып алыпты деген қауесет әлі күнге дейін еміс естіледі. Сондай қамқорлық жасаған кезіңіз болды ма? Жоқ, мен енді оны действительно қамқорлық жасадым. Ол төбеде Құдай тұр ғой енді. Туканы действительно қорғап алып шыққаным рас. Оны ағасы да өзі де келіп рахметін айтып, бірақ жаңағыдай ақша беріп деген ол өтірік. Просто мен ана қызды 3 күн ұстап отырдым. 3 күн. Үйіме де бармадым, сол қыздың қасында болып, өйткені мен білдім ол қыз өз тегін қыз емес екен, ол арнайы жасаған, сонымен айланысатын бәлелер болып көрінді көзіме. Ол енді өтірік болмасын, ағасы неден Шымкенттен бар ақша алып келді. Ол мен ақша емес, өздерінің ақшасы. Қанша ақша алып келді? Өтірік айтамаймын, кетіп, по-моему, бір $10,000 ма, $15,000 алды ғой деймін. Негізі, ол ана қыздар сондаймен айланысатын бір бәлелер олар. Жаңағы балдарды сөйтіп түсіріп, содан кейін барып жаңағы арыз беріп, сосын жаңағы ақша болмай қайтетін нелерді. Оған барып біздің туға түсіп қалған ғой енді. Шымкенттен келген как раз съемкаға. Сол күн түнде неге гостиницаға бір квартираға орналасқан кезде сондай жағдайға душар болған. Ол енді любой азаматтың басында болатын іс қой. Мысалы үшін да, ол енді оны мен бір сол кезде бір ерлік жасадым, бірдеңе демеймін. Просто енді қасында жүрген өзім інім, жаңағы өнерпаз өсіп келе жатқан талантты бала болғаннан кейін мен енді айттым, по-любому алып шығамын мен сенді. Сөйтіп ровдың бастықтарына бардым, ГУБДың бастығына бардым, бәрі олар айтты, бәке, хорошо, тек ана қыздан онда не алыңдар деді. Кешірім хат. Кешірім хат алыңдар деді. Сол қиын болды маған. Маған ОУДың бастығына келіп сөйлескен оңай болды, он есе. Рас. Сөздері әртүрлі болды. Бұл бірінші күні былай деп айтады, бір сағаттан кейін былай деп айтады. Әпкеме барып келуім керек еді дейді. Мен оны кетсе айырылып қалатынын білдім. Оны бір рет қашып баратқан жерінен бір ұстап алдым ғой. Аэропорттан жолынан барып шамаданмен ұстап алып келіп, қайтадан гостиницаға келіп, қағаз жазбай жібермедім ешқайда. Менің ерлігім сол болды. Сол жаңағы гостиницаның мен құрметті қонағым, 50% скидкам бар. Содан маған Украинада бір достарым ұшып келді. Енді біздің бір сәл қазақша бір неміз бар ғой, кейбір кезде мәрттігіміз. Ой, үйте саламыз. Сомен олар ана жақтан ұшар кезде дипломат деген гостиницаға өзі бронь жасап қойған екен. Сосын мен айттым, ой, никакой бронь. Мен мына жерде 50% скидкам бар. Я тем более там почетный гость этого гостиницы деп жыртылдым. Дұрыс. Сөйттім де көздерін жодырып звондадым. Шыңғыс деген бала алды. Ол алдында енді сол балағымен енді анда-санда бір келген кезде соны звондайтын. Сосын ол алды. Сөйтіп айттым, менің нем действует аға деді. Қонақтарыма действует. Онда дедім, 2 делюкс номер бронь жасап қой. Біз келеміз. Ол бала жаңа біз келген кезде кетіп қалған ғой, берді бір менің шикілік сол жерде болған ғой. Иә. Ол үйіне кетіп қалған, телефон өшіп тастаған. Сосын мен келем, шалғайып. Айтпаған ескертті. Иә, ескертті. Оның үстіне ана қыз, мынау Петропавловскінің қызы екен, өзі қазақшада дұрыс білмейді. Орысшалап сөйлейді. Оны кейін барып анау қасымдағы сол айтады, сол сізді дейді, ол неге өзі шақырды дейді, жаңағы конфликтке. Сіз басында жақсы келдіңіз дейді, көңіліңіз жақсы, так, где наши номера, анау. Сосын ана қыз номер жоқ деген, сосын мен как жоқ деген, анау. Содан кейін ол, что вы себе позволяете, кто вы такой, бірдеңе деген болу керек. Сонда кеткен, мен өзі сәл қызуымын, оны жасырмаймын. И содан кейін барып жаңағы аралардың алдында мен жаңағы абыройым бәрі жерге төгілді. Содан менің өте қателігім, аузымнан сәл бір-екі жаман сөз шығып кеткендер қызға.
күйіп кеткем ғой енді. Иә. Неге сен? Мен заказ бердім ғой, как нету деп. Шыңғыс алмайды телефон. Иә. Ол алмайды телефон. Содан кейін сол жерде отырып айтты, енді неғысы ана қыздан барып бір ауыз кешірім сұрап, неғаған дұрыс болады ау деп. Сосын ұлан айтты, Бакетов айтты, соны ұйымдастырайық. Өйткені барлық адам енді көбісі айтып жатыр, өрде кім болса да ашуланатын реті бар. Бірақ енді Бәкеңнің бір қателігі жаман сөз айтып берді, қазақ қызына болмайды енді соны. Сөйтіп жаңа бір гүлімді алдым, келдім. Бірақ олар мені шақырды, директоры шақырды. Сөйтіп менен кешірім сұрады, сіздің неңізді таптық, акасы кім бронь жасаған екен, қыздар көрмеген. Біз бұларды жұмыстан шығарамыз, сотқа беріңіз. Сосын мен айттым, жоқ, сотқа да бермеңдер, бермеймін, жұмыстан да шығармаңдар. Енді болатын іс болды. Просто біреудің сыртынан жаңағыдай өсек айтқанмен бір деймін, өтірік тығылып тұрып шығарып жіберген. Ярас. Сол ұяттау болды. Жоқ, мы вас понимаем, ұяттырлық болды деп, сонымен енді өрді бір 2 күн гүлдеді ғой бүкіл Қазақстан былай. Енді айтып отырмын ғой, ол Бауыржан шоу кезінде бір гуілдесеңіз, одан кейінгі бұл оқиға сізді шын кәдімгі хайпы болды сол уақыттың.